Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз автотсондағы жаңа тест сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұл сұрақтар 2024-те де, 2025-те де келеді достар. 100% автотсон тестімен сәйкес. Ендеше тестімізді бастайық. Бірінші сұрақ: сіз жүк көлігіне жол беруіңіз керек пе дейді. Бұл жерде бізде тұрғын аймақ аяқталып жатыр. Ана знакты көріп тұрсыздар, барлықтарыңыз. Так, я, жоқ. С варианты я, тек күннің жары уақытында дейді. Бұл жерде бізде дұрыс жауап я, достар. А варианты дұрыс. Неге? Анықтаманы оқысақ. Тұрғын аймақтың аяқталуы жол белгісін тұрғын аймақтағы қозғалыс тәртібін белгілейтін қағидалардың талаптары қолданылатын аумақтан шығу орнын білдіреді. Тұрғын аймақтан шыққан кезде жүргізушілер қозғалыстың басқа қатысушыларына жол береді. Жауабымыз дұрыс. Осындай әрбір сұрақтың астында анықтама болады, достар. Егер де осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, осы сайтпен 100% автотсон тестіне өткілеріңіз келсе, комментарийдегі немесе профильдегі WhatsApp нөмірге жазыңыздар, сіздерге толық ақпарат жіберемін. Бізде как раз акция болып жатыр. Бір айға доступ алсаңыздар, бір ай сыйлыққа беріледі, достар. 2 ай толығымен дайындала аласыздар. Так, екінші сұрақ. Медицинаға байланысты омыртқа жотасының жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Так, достар, давайте мынаның бәрін оқып отырмайық. Өзіңіз паузаға қойып белгілеңіздер. Мен өзім қалаған жауапты белгілейін. А варианты дұрыс. Жауабымыз дұрыс. Осындай сұрақтарды скрин жасап алсаңыздар болады. Осындай қиналатын адамдар болса медицинадан. Так, 3. Көрсетілген қай траекториямен жеңіл автокөлікке қозғалуға рұқсат беріледі? Қайсымен рұқсат етіледі, достар? 1, 2, 3 дейді. Так, 1-мен болады. 3-пен болады ма, достар? Әрине тыйым салынады. 2-мен бола ма? Рұқсат етіледі. Неге? Қазір түсіндірем. Так, А дегеніміз не, достар? Ана жерде көріп тұрсыздар, А дегеніміз ол маршруттық көлік құралдарына арналған жол, яғни бағдарлы көлік құралдарына арналған жол. Так, неге олмен тіке жүруге болмайды, достар? Неге қозғалысымызды жалғастыра ала алмаймыз автобустың жолымен? Өйткені тыйым салынады. Бұл жерде бізде дұрыс жауап 1 мен 2. Так, Е варианты дұрыс. Мінекей. Маршруттық көлік құралдарының арналған жолағы бар жолдарда қозғалыс жүзеге асырылмайды, және осы жолақта басқа көлік құралдары тоқтамайды. Мінекей, көріп тұрсыздар, бізде 2-мен болады. Біз маршруттық көлік құралдарының жолына шығамыз, потом кәдімгі жолға ауысуымыз керек, міндетті түрде. Жауабымыз дұрыс. Келесі сұрақ. Мына анықтама өте ұзақ екен. Оқып шықсаңыздар болады. Уақыттарыңыз болса, ерінбесеңіздер, біз келесі сұраққа кетеміз. 4. Артық дыбыстар шығуы мүмкін, достар. Өйткені біз микрофонсыз түсіріп отырмыз. Тек телефонның өзімен айып етпеңіздер, мән бермеңіздер. 4. Егер бұл автомобильдің нақты массасы сіздің автомобиліңіздің нақты массасының жартысынан асса, жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі бар автомобильді сүйретуге бола ма? Яғни тормозы істемейді, достар. Тежегіш жүйесі, жұмыс істемейтін тежегіш жүйесі бар деп қойыпты. Так, А варианты рұқсат етіледі. В варианты тіркеме жылдамдығы 30 км-ден аз болса рұқсат етіледі. Тыйым салынады. Әрине тыйым салынады, достар. Нақты массасы сіздің автомобиліңіздің нақты массасының жартысынан асса да, аспаса да тыйым салынады. Өте қауіпті өйткені, достар. Так, 5. Мотоцикл жүргізушісі тежеуіш сигналдары болмаған немесе жарамсыз болған кезде қандай сигнал беруге тиіс? А варианты: сигнал бір жаққа тартып әкетілген, оң немесе сол қолмен шеңберлі айналумен беріледі. Тежеуіш сигналдары болмаған кезде. В варианты: сигнал жоғары көтерілген, оң немесе сол қолмен шеңберлі айналумен беріледі. С варианты: сигнал жоғары көтерілген, оң немесе сол қолмен беріледі. Бір жаққа тартып әкететін, сигнал жоғары көтерілген. Так, жоғары көтерілген болу керек, достар. Жоқ, жауабымыз дұрыс. Дұрыс емес. С варианты: сигнал жоғары көтерілген, оң немесе сол қолмен беріледі. Так, бұл жерде мен жаттап алдым негізі бұл сұрақты, достар. Жоғары көтерілген деген жауапты. Давайте барлығын жаттап алайық осы сұрақты. Өйткені қазір автотсонда мотоциклге қатысты, мопедке қатысты сұрақтар өте көбейіп кетті. Осындай сұрақтарға мән беріңіздер, достар. Өйткені соңғы тапсырып жатқан адамдардың айтуы бойынша осындай мотоциклге байланысты сұрақтар өте көп.
6. Белгінің астындағы тақтайша нені білдіреді? А варианты: мүгедек таным белгісі орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны. В варианты: мүгедек тану белгісі орнатылған көлік құралдарына тоқтап тұруға тыйым салынады. С варианты: кез келген көлік құралдарының тоқтап тұру орны. Бұл жерде бізде шатастырып тұр достар. В варианты: мүгедек тану белгісі орнатылған көлік құралдарына тоқтап тұруға тыйым салынады. Көбісі осыны белгілеп қалады достар. Өйткені жауабы көп та, мінекей. Мен басында өзім солай белгілеп жүрдім негізі. Көп шатасып қала бердім, мынандай оқымай-ақ бар ғой. А варианты: мүгедек таным белгісі орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны. Жауабымыз дұрыс. Тек қана мүгедек таным белгісі бар орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны. 7. Сізге таңбаның үзік сызығы шегінде кері бұрылуға рұқсат етіле ме? Үзік сызық достар. Үзік сызық болса бізде рұқсат етіледі, достар. Күн жарық болсын, кеш болсын, любой кезде болады кері бұрылуға. 8. Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік есірткілік немесе уытқұмарлық масан күйде басқаруы әкеп соқтырады. 75 АЕК мөлшеріндегі айыппұл, 2 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру. С варианты: көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айыру және 15 тәулікке түрмеге кету. Қамауға алу, тәулікке қамауға алу. Бұл жерде бізде дұрыс жауап С варианты достар. 7 жылға айыру және 15 тәулікке қамауға алу. Жауап дұрыс. Келесі. 9. Авариялық жарық сигналы ақаулы болған кезде сүйретілетін көлік құралы қалай белгіленеді? Қалай белгіленуі керек достар? Сүйретілетін көлік құралы. Варианты: иілгіш байланыс буындарын білдіретін ескерту құрылғыларымен, жалаушалармен. В варианты: артқы жағына бекітілген авариялық аялдау белгісімен. С варианты: қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдақ маягымен. Бұл жерде бізде дұрыс жауап достар. Артқы жағына бекітілген авариялық аялдау белгісімен. Жауап дұрыс. Келесі 13 сұрақ. Көрсетілген жерде сізге кері бұрылуға рұқсат етіле ме? Бұл белгі бізде нені білдіреді достар? 3 бұрысты жаяу жүргінші өтіп бара жатыр. Варианты: 100 метр артық арақашықтықта жол көрінген жағдайда рұқсат етіледі. Тек күннің жарық уақытында рұқсат етіледі. С варианты: жаяу жүргінші жоқ жағдайда рұқсат етіледі. Тыйым салынады. Достар, бұл жерде бізде қайсы жауап дұрыс? Бұл белгі бізде жаяу жүргіншілер өткелдеріне жақындаған туралы ескертеді достар. Алдымызда яғни жаяу жүргінші өткелі бар. Енді қай жауап бізде дұрыс достар? Ойлансаңыздар, уже топ дұрыстар. Әрине А варианты: 100 метр артық арақашықтықта жол көрінген жағдайда рұқсат етіледі. Неге? Анықтаманы оқса, елді мекеннен тыс орнатылған осы жаяу жүргінші жол белгісі жаяу жүргінші өткелі туралы ескертеді. Оған дейінгі қашықтық 150-300 метр. Бірақ жолдың 100 метрден аз көрінетін жерлерінде кері бұрылуға тыйым салынатын есте ұстаған жөн. Давайте мынаны скрин жасап алайық және оқып алайық. Ертең өздеріңіз машина айдайсыздар, болашақ жүргізушілер керек болады. 11. Көпір үстінде сізге кері бұрылыс жасауға рұқсат етіледі ме? Әрине тыйым салынады достар. 100 метр артық арақашықтықта көрінген жағдай болсын, көрінбеген жағдай болсын, по-любому тыйым салынады достар. Көпірде кері бұрылыс жасауға тыйым салынады. Давайте жаттап алайық осыны. Келесі. 12. Автомобиль жүрісі кезінде жолаушылардың және бекітілген жүктің артқы жаққа жылжуы неден туындайды? Автомобильдің жүрісі кезінде жолаушылардың және бекітілген жүктің артқы жаққа жылжуы. Жүрісінің күрт жылдамдатудан, автомобиль жүрісін күрт баяулатудан, автомобиль жүрісін күрт жылдамдатудан және күрт баяулатудан артқы жаққа жылжуы. Достар, бұл жерде бізде тормоз бен газ дегенді жаттап алыңыздар. Тормоз бассақ, біз артқы жылжуымыз артқа ма? Әрине алдыға достар, алдыға. Ал артқы жаққа жылжуы ол қатты газ басқан кезде. Яғни күрт жылдамдатудан. Бұл жерде бізде дұрыс жауап А варианты. Және бұл жақта сұрақ бар достар. Алдыңғы жаққа жылжуы неден туындайды деген. Ол бізде күрт баяулатудан. Яғни резко тормоз басып қалсаңыздар, алға қарай ұшамыз. Мысалы автобуста да дәл солай достар. Қатты тормоз басып қалса, біз алға қарай кетеміз. Қатты газ басса, артқа қарай кетеміз. Осылай жаттап алыңыздар. Келесі сұрақ 13.
Қызыл жеңіл автокөлік жүргізушісіне қиылыста кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Қызыл автокөлікке кері бұрылуды орындауға анимацияны соңына дейін қараңыздар достар. Көбісі былай ойлайды, мына жерде қызыл жанып тұр, мына жақта кептеліс болып жатыр, сондықтан тыйым салынады деген сияқты. Мына жақта бізде ешқандай тыйым салып тұрған жоқ, знак жоқ, ол бірінші. Екінші, анимацияны соңына дейін қараңыздар. Мінекей. Көбісі тұрады тыйым салынады. Мен өзім дайындаған оқырмандардың ішінде, яғни інімді, туысқандарын дайындаған кезде көбісі қателесіп кетеді осы сұрақтан. Неге? Өйткені анимацияның соңына дейін қарамайды. Қызыл жанып тұр, мына жақта кептеліс болып жатыр, сондықтан тыйым салынады деп ойлайды. Бұл жерде бізде рұқсат етіледі, өйткені босап қалды, көрдіңіздер ме?